Barchaga salom dostlar, sizlerмен tagı sport жаңалыктары. Alimkhan ulu чемпионның отырыгын әшкере кылып тыгырыкка тиреді. Орта салмакта WBO және IBF чемпионы Жанибек Алимхан ulu WBS титулы ие доминикалық Карлос Адаместің отырыгын бетіне басты. Бұған дейін Адамес Жанибекке келісімшарт жібергені, алайда оның командасына жауап алмағанын жазған еді. Қазір ғана командаммен сөйлестім, менде әзірге белгіленген жекпе-жек жоқ. Көбі менің болашағым туралы сұрайды, алайда айтқанымдай біз Жанибекке ұсыныс жібердік, бірақ ол жауап бермеді. Қазір ресми ештеңе жоқ. Қандай да бір ақпарат пайда болысымен мен сіздерге оны бірінші болып хабарлаймын деп жазыпты Адамес X желісінде. Қазақ боксшының жауабы өзіні күттіргені жоқ. Жыл әзілі екен. Мен әлде жанкүйерлерім жынды деп отырсын ба? Келісімшарт қайда? Мен дал қазірақ қол қойып берейін. Жіберші маған. Онда бар болғаны $1 болса да қол қоямын деп жазыпты. Мұның артынан Алимхан ulu Адамес маған келісімшарт жібер, қазір қол қойып берейін деп тағы бір твит жазды. Ақшаларына түкіргенім бар. Қазақ чемпионы мәлімдеме жасады. Орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жанибек Алимхан ulu келесі қарсыласына қатысты жағдайын түсіндірді. Шираз үндемеді. Жаңалық күтіп отырмыз. Сонымен қоса Адамеспен жекпе-жек өткізу үшін жұмыс жасалып жатыр. Бәрі келесі аптада белгілі болады. Ларада ұсыныс деп жазыпты. Сонымен бірге қазақ боксшысы басты мақсаты титулдары екенін нақтылай өтті. Жігіттер, менің уақытым келді. Мен орта салмақ патшасымын. Ақшаға түкіргенім бар. Маған менің титулдарым керек деп жазыпты Алимхан ulu твиттерде. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.